Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жақсы, рахмет, отырамыз. Бүгінгі сабақта оқушылар толық па? Абиденов Абылай, Сақтаған Кар және Искаков Ерасыл жоқ. Бүгінгі сабаққа сіздердің көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Тамаша. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыздың ұраны Өз тілің бірлік үшін, өзге тілің тірлік үшін. Тамаша, керемет. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Экранға зер салып қарайтын болсақ, бүгінгі сабақтың тақырыбын алдарыңыздағы сөздер тізбегі арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын болжаймыз. Алдарыңызда экранда бірнеше сұрақ сөздер тізбектелген, яғни оқу құралдар, ауқымды мектеп, әлемдегі кітапханалар, мемлекет, сана, жазу, үлгі, сөз деген бірнеше сөздер тізбектелгені сіздерге көрініп тұр. Жақсы, олай болатын болса, ойланып, бірден бүгінгі сабақтың тақырыбын болжаймыз. Жақсы, Ақбота. Осы экрандағы сөздерге сүйенсек, бізде оқу құралдары, бұл яғни біздің дәптерлеріміз, студия жатқан кітап. Тамаша, өте. Қалам, қарындаш. Және де бұл нысандар бізде оқу құралдарға жатады. Оқу құралдары бұл біздің яғни мектепте алып жатқан білімге, құштарлыққа арналған нысандарымыз. Ал білім ордасы бұл біздің яғни кітапханамыз. Және де менің ойымша бүгінгі сабақ тақырыбы кітапхана. Тамаша. Өзіміздің жаңағы отырған ортамыздың ортасы жан-жағымызға қарайтын болсақ, жан-жағымызда не көрініп тұр? Бірнеше мазмұндағы кітаптар көрініп тұр. Олай болатын болса, Ақботаның пікірмен келісеміз бе? Тамаша, келесі топ Аружан жалғастырады. Бұл жерде бізде тәрбие деп тұр. Тәрбиеде біз өзімізді сабақ болып атқан кезде мұғалім айтқан тыңдап, қатты шуламай, түгел дұрыс нәрсені жазып, апайдың айтқанына қарсы шықпай, сабақ кезінде тәрбиелі болып дұрыстап тыныш отыру. Тамаша, яғни жаңағы білім мен тәрбие егіз ұғым деген сөз бар, е балалар? Ең бірінші адамға білім емес, тәрбие беру керек екенін біз жақсы білеміз. Сонымен оқушылар, сіздердің болжап айтқандарыңыз бойынша біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы кітапханалар. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын қазір генератор арқылы топқа бөлінеміз. Топқа бөліну үшін түгелдей мына жердегі ссылканы басу арқылы сіздер топқа қайтесіздер? Бөлінесіздер. Алдарыңызда, яғни оқушылар өздеріңіздің тізімдеріңіз шықты, со бойынша бірінші топ, екінші топ, үшінші топқа бөліне қаламыз. Тездетейік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты берілген мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтап, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақты сұрақтар құру. Біз осы мақсат бойынша бүгінгі сабақта жұмыс жасаймыз. Келесі, яғни сіздердің алдарыңызда мәтін жатыр. Осы мәтінді оқу арқылы біз негізгі және қосымша ақпараттарды табуға жұмыс жасаймыз. Жақсы, олай болатын болса, сіздерге мәтінді оқуға болады. Кәне, бастап оқимыз. Жақсы оқушылар, олай болатын болса, сіздерге мәтіннің мазмұны ұнады ма? Тамаша. Олай болатын болса, осы мәтіндегі негізгі ақпаратпен қосымша ақпаратты қайтеміз, анықтап аламыз. Жақсы, бірінші мәтін бойынша, кәне бізде, кәне кім айтады бірінші топ? Бірінші мәтін бойынша, Есенгүл. Британия елінің пересап медип деп аталатын кішкентай ғана мемлекет бар. Ода ең кішкентай кітапхана бар. Ол 24 сағат жұмыс істейді. Ол ең кішкентай кітапхана деп аталады. Тамаша. Тағда негізгі ақпарат осы мәтіндегі? Ол 24 сағат жұмыс істейді. Иә, негізгі ақпарат тамаша. 24 сағат жұмыс істейді екен. Әлемдегі ең кішкентай кітапхана. Тамаша. Енді осы мәтіндегі қосымша ақпаратты кім табады? Әлия, жақсы.
Кітапхана ашық аспан астында орналасқан. Бұл кітапханада 100-ден астам кітаптар бар. Кітапхананың жанында жарықтар орналасқан. Бір қызығы, кітапхананың ішінде кітапханашылар жоқ. Оқырмандар өздеріне керек кітаптарын оқып қайтарады. Тамаша, өте жақсы. Осы бірінші мәтіндегі қосымша ақпарат өте қызықты екен, иә? Яғни бізде жалпы әлемдегі кітапханалар бойынша тоқталып кететін болсақ, әлем бойынша жалпы кітапханаларда кітапханашы болады екен. Бірақ осы Франциядағы кітапханада кітапханашы болмайды екен. Тамаша. Келесі екінші мәтін бойынша Ақбота. Менің ойымша, осы мәтінге негізгі ақпарат кітапханалардың болашағы жоқ деген сөздің көсіне келмейді. Себебі компьютер адамның денсаулығына әсіресе көзіне өте зиян. Егер кітапхана болмаса, бізден көз қалама. Сондықтан да болашақ адамның өз қолында. Кітапхананың әлі де болса маңызы бар екенін дәлелдейік. Иә, кітапхана әлі де маңызды екендігін қайтеді? Дәлелдеу керек екен. Тамаша, келесі Аружан. Иә. Өкінішке орай қазіргі балалардың әдебиетке қызығушылығы азайды. Иә, қызығушылығы азайды, дұрыс айтасыз. Не себепті асылай? Негізгі ақпарат туралы не айтасыз? Иә. Кітапты таңдау ғана емес, оны оқып, түйсіну және түйу және оны өмірге пайдаға асыру ол ең бірінші шарттардың бірі. Дұрыс айтасыз. Біздің кітап өзіміздің рухани құндылығымыз екенінде осы жерде дәлел ретінде айтып кетуге болады екен. Жақсы, үшінші топ. Кәне, үшінші топ бойынша. Жақсы, Нұртас. 4-ші ғасырдың басына қарай ол ежелгі ретінде 28 кітапхана болды. Иә. Юлий Цезар осы ежелгінің ең алғашқы кітапханалардың салуына өте көп үлес қосты. Юлий Цезар қайтыс болғаннан кейін оның ұрпақтары оның салған кітапханаларын өркендетіп, оны аңыз. Тамаша. Осы үшінші мәтіндегі қосымша ақпарат қандай? Аяулым. Университеттегі кітап қорын қазір өте қатты дамытып жатыр. Және Флоренцияның кітапханаларында кітап қорын дамыту өте ерекше. Иә, сонымен қатар тағы да қосымша ақпарат. Сонымен қатар қазіргі британиялық кітапхана Ұлыбританияның ұлттық кітапханасы болып табылады. Кітапхана Лондонда орналасқан және ол әлемдегі ең үлкен кітапханалардың бірі болып табылады. Келесі балалар бізде өзіңді тексер әдісі арқылы алдарыңызда ұялы телефоннан QR арқылы жаңағы бейнеге назар аударып бір сұрақ құрастырамыз. Олай болатын болса, түгелдей ұялы телефонымызды ашамыз, экранға жақындап келіп, QR арқылы жаңағы видеоны қайтеміз, жақсылап тыңдап көріп шығамыз да, әрбір топ бір-бір сұрақ құрастырамыз. Ең үлкен кітапхана ақш конгресінің кітапханасы. Ол Вашингтон қаласында орналасқан. Жақсы, мен жалпы сіздерге әлемдегі кітапханалар туралы мәлімет бердім ғой? Кім дайын? Кім дайынсыз, е? Әбілқайыр айтады, Аида да айтады. Мералим үшеу айтады, дайындалып отырыңдар. Екінші топ бойынша бейне жазбаның мазмұнын Аида айтып жүреді. Ең көне кітапхана ол әулие Екатерина түбегінде орналасқан. Ол кітапханада тек арнайы шақырылған студенттер мен монахтар ғана кітап ала алады. Себебі ол кітапхана тек бұрынғы замандағы кітаптар және де ең көне кітапханасы. Тамаша. Ең үлкен кітапхана ол конверт кітапханасы. Ол кітапханада әртүрлі жазбалар, қолжазбалар, мәліметтер, ең көне кітаптар жинақтары бар. Тамаша. Келесі үшінші топ бойынша, бейне жазбаның мазмұны бойынша үшінші топта Айнұр.
сіз айтып Бұл жүрсеңіз. видеожазбада Конгресс кітапханасы туралы айтылған. Конгресс кітапханасы ұлттық Америка құрама штаттарында орналасқан. Керемет. Вашингтонда Конгресс кітапханасы Вашингтонда 3 бірдей үлкен ғимаратта орналасқан. Тамаша. Конгресс кітапханасында қазір қызметкерлердің саны 3000-нан асады. Ол жерде 437 түрлі тілде жазылған құнды кітаптар, 1 миллионнан аса қолжазбалар, мемлекеттік қолжазбалар және де құнды газеттер бар ол жерде. Тамаша, отырыңыз. Рефлексия. Padlet платформасы арқылы сабаққа кері байланыс жасаймыз. Кері байланыс жасау үшін, яғни алдарыңызда бүгінгі сабаққа қатысты кері байланысты Padlet платформасы арқылы береміз. Ол үшін сіздер экраннан шығып тұрған QR арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс жасаймыз. Кәне, бірінші топтан Аяжан, Асылжан, екінші топтан Асылай, үшінші топтан Мералим. QR келіп, түсіріп аламыз. Жақсы. Отыра бер барды. Мен білемін. Мен кішкентай кезімнен бастап кітап жан азығы екенін білемін. Түсіндім. Бүгінгі сабақта мен кітапханалар туралы көп мағлұмат алдым. Және де түсіндім. Қолымнан келеді. Мен болашақта көптеген Қазақстанның көптеген әлемдегі ірі кітапханаларға барып, кітаптарын оқығым келеді. Тамаша, оқушылар, олай болатын болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.